Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет әрі тез дайындалатын котлеттің рецептімен бөлісемін. Бұл котлеттің ерекшелігі құрамына ет қосылмайды, фарш қосылмайды. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Енді котлетті әзірлеуге кірісеміз. Ең алдымен осылай картопты асып алып, пюре болғанша жақсылап езіп аламыз. Мен 4 дана картопты қолдандым. Одан кейін бетіне 4-5 ас қасық панировочный сухари салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Одан кейін өте ұсақ етіп туралған колбасамызды қосамыз. Егер сіздерде аскөк, көк пияз болса, оларды да ұсақтап турап қосып жіберген дұрыс. Мен 4 дана картопты асқаннан кейін осы 1 кесе көлемінде ұнды електен өткізіп қостым. Одан кейін 1 ас қасық соя соусын құйып, жақсылап қамыр болғанша илейміз. Қолға жабыспайтындай өте керемет күшті қамыр болады. Достар, міндетті түрде сіздерге де осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Неке біздің қамырымыз дайын болды. Енді котлеттердің пішінін дайындайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, немесе өздеріңіздің қалауларыңызға қарай котлеттердің пішінін жасап аламыз. Достар, келесіде менің каналымдағы рецепттерді ең бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде менің келесі рецепттерімді сіздер де бірінші болып көретін боласыздар. Және қазір осылай видеоны көріп отырған кезде өз құрбыларыңызбен бөліссеңіздер болады. Ол үшін төмендегі поделиться деген белгіні басып, өз құрбыларыңызға, достарыңызға жіберсеңіздер болады. Достар, бұл котлеттерді дайындаған кезде сіздерге айтар бір кеңесім, қатты майға қызып тұрған кезде саламызда, бірақ газдың астын котлеттерімізді салғаннан кейін ақырын отқа қойып қою керек. Өйткені құрамында ұн болғандықтан ақырын піскені дұрыс. Сол себептен де газдың астын ақырынға қойып қойсаңыздар дұрыс болады. Және шикі болмай арасы дұрыс пісетін болады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет және құрамына ерекшелігі ет, фарш қосылмайды. Мінекей біздің котлеттеріміз дайын. Енді қызып тұрған тапада екі жағын кезектестіре отырып пісіріп алатын боламыз. Яғни ең алдымен біздің майымыз қызып тұру керек. Мінекей котлеттерімізді салдым. Одан кейін бір 5 минут, 7 минуттың аралығында бір жағы қызарады. Міне екінші жағын аудардым. Яғни ақырын отта тұрғаннан кейін 5-7 минут аралығында піседі. Неке аз ғана уақыттың ішінде біздің котлеттеріміз дайын. Достар, міндетті түрде сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Керемет кешкі ас немесе түскі ас болады. Келесі рецепттерді менің каналымнан бірінші болып көру үшін менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып қойыңыздар.